Егер біз ұшалсақшы, керемет. Енді толағай кез келген жерге ұшалады. Біріншіден, егер біз ұшалсақ, жол кептелісі енді аспанда басталуы мүмкін. Екіншіден, егер біз ұшалсақ, супер қаһармандар бізді қызғануы мүмкін. Үшіншіден, егер біз ұшалсақ, құстар бізге шабуылдай бастауы да ғажап емес. Төртіншіден, егер біз ұшалсақ, ұрылар бұл жағдайға қатты ренжуі мүмкін. Бесіншіден, егер біз ұшалсақ, байқаусызда бөгде ғаламшарға ұшып кетуіміз мүмкін. Алтыншыдан, егер біз ұшалсақ, ұшқыштар жаңа мамандық іздеуге мәжбүр болады. Соңында, егер біз ұшалсақ, пицца жеткізу өте оңай болар еді. Егер ағаштар шындан жасалса ше, біріншіден, шыны кез сынады. Сондықтан, ағаштар өздеріне күзетші жалдауы мүмкін. Екіншіден, жемістер де шындан болса, жерге түсе сала быт-шыт болуы мүмкін. Үшіншіден, ағаштар өздерін тым керемет сезініп, бұтағына қонған құстардан ақы алуы мүмкін. Төртіншіден, адамдар базардан шыны сатып алмай, тікелей ағаштан ала бастайды. Бесіншіден, шыны мөлдір. Сондықтан, ағаштар көлеңке бермей қояды. Соңында, ұрылар орманда жасырына алмай қалады. Егер күн екіге бөлінсе ше, біріншіден, бөгде ғаламшарлықтар күннің бір бөлігін ұрлап кетуі мүмкін. Екіншіден, планеталар басқа күн іздеп, күн жүйесінен кетіп қалуы мүмкін. Үшіншіден, күн өте үлкен, планеталар оны қайта біріктіре алмайды. Төртіншіден, планеталар қай жартысын айналатынын білмей шатасады. Бесіншіден, басқа жұлдыздар қорқып, дәрігерге көрінуі мүмкін. Соңында, күннің екінші жартысы түнде көрініп, ұйықтай алмай қалуымыз мүмкін. Егер жер мен ай соқтығысса ше, біріншіден, ай бөлшектеніп кетіп, жер жалғыз қалуы мүмкін. Екіншіден, басқа планеталарда соқтығыса бастауы мүмкін. Үшіншіден, тіпті жердің өзі екіге бөлінуі мүмкін. Төртіншіден, олардың келбеті мүлде өзгеріп, бірін-бірі танымай қалуы мүмкін. Бесіншіден, ай жерден қатты қорқып, жақындамай қоюы мүмкін. Соңында, барлық айлар бірігіп, планеталарға қарсы соғысқа дайындалуы мүмкін. Егер күн макияж жасай бастаса ше, біріншіден, күн жарығын қосуды ұмытып кетуі мүмкін. Екіншіден, бетке арналған маска жағып, жарық әлсіреп кетуі мүмкін. Үшіншіден, планеталар жұмысын тастап, күнге көмектесуге мәжбүр болады. Төртіншіден, басқа жұлдыздар қызғанып, макияжды өшіргісі келуі мүмкін. Соңында, күн ыстық мінезді визажистерге қиын болар еді. Егер үйлеріміз шыныдан салынса ше, біріншіден, үйлер кез сынады. Екіншіден, ұрыларға кіру оңай болады. Үшіншіден, үйлер өте әдемі көрінеді. Тіпті бөгде ғаламшарлықтар көшіп келуі мүмкін. Төртіншіден, кір тез көрінеді. Кейбіреулер тазалыққа әуес болады. Бесіншіден, күн сәулесі өтіп, бәріміз терлейміз. Соңында, шыны тайғақ, үнемі сырғанаймыз.